Қайырлы күн. Бүгін осылай үй жағдайында қант қатыру, яғни шербет жасаудың рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, видеом ұнап жатса, коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен отқа төзімді ыдысымызға сгущенкамызды құямыз. Оттың атысты қаттысында тұра берсін. Қажет заттардың мөлшерін қыздар описанияда қалдырдым, сол жерден қарап көріңіздер. Сосын оның үстіне қантымыз саламыз. Оның үстіне сары майымыз саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып отырамыз. Бір келгі қантымыз, майымыз еріп, бір келгі масса шыққанша жақсылап араластырып отырамыз. Міне бізде осындай масса шықты. Енді астын орташа отқа қойып, жақсылап қайнағанша қозғаймыз. Міне осылай қайнайды. Қайнағанда көлемі кішкене үлкейеді, қыздар. Ол жағынан қорықпаңыздар. Осылай қайнағанда ең бастысы асты жабысып қалмас үшін араластырып отырыңыздар қасықпен немесе лопаткамен. Осылай қоңыр түске енгенше араластырып қайнатып аламыз. 15-20 минут қайнап болғаннан кейін бір формаға құйып суытамыз. Менде осындай ойыншық сковородка, соған құйып суытамын. Осылай құйып алдым. Міне осылай құйдым. Енді 15-20 минут суытуға қоямыз. Осылай суып шықты. Міне қараңыздар. Май қосқаннан кейін бұл өзі тез босап шықты ыдыстан. Міне қараңыздар. 15-20 минутта қалай қатып шықты. Шербетіміз күшті болып, формасын сақтап, міне осындай қап-қатты, түсі де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.